Сәлем менің YouTube көрермендерім. Амансыздар ма? Қалдеріңіз қалай? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Тұмау ауырып жүрсеңіздер, енді қазір күз басталды. Күзде деген енді қайта-қайта балаларыңыз ауырып, өздеріңіз ауырып, иммунитеттеріңіз қайта-қайта түсіп жүрсе, бір күннің ішінде тұмауды кетіріп, яғни иммунитетті қалай көтерудің оңай жолын сіздермен бөліскім келіп отыр. Енді үнемі өз балдарыма жасаймын, өзіміз де сөйтеміз. Кішкене жөтеліп, тамағымыз қырылдап, уже сеземіз, иә? Сондай жағдайда не істеу керек? Бұл менде бір стақан қайнап тұрған су. Қайнап тұрған суға лимонның жарты кесіндісін, кестіп, жартысын ғана саласыздар. Қайнап тұрған суға саласыздар. Және бір дана чеснок. Яғни чесноктың, сарымсақтың бір басын деп айтайық. Осын салып, тұндырып қоямыз. Жатайын деп жатырғанда, ұйықтардың алдында 15 минут бұрын осы тұнбаны ішіп алыңыздар. Ішіп жатсаңыз, таңертең құлан таза айығып, вирустарыңыз өлтіріп, яғни иммунитеттеріңіз көтеріліп, тұмаудан енді құтыласыздар дегім келіп отыр. Яғни бұл чеснок пен лимонның білесіздер, организмге өте пайдасын. Яғни бактерияларды керемет өлтіреді, вирустарды жояды. Тағы да бір айта кететінім, чеснокты білесіздер, абайлаңыздар, агрессивті өнім екенін білесіздер. Сол себептен асқазаны ауыратын, язвасы бар, желудкалары ауыратын көрермендер болсаңыздар, мұқият болыңыздар дегім келеді. Ал таңертең аш қарында дәл осылай жасайсыздар, яғни лимонның жартысын салып, жарты кесіндісін, бір дана чеснокты салып, үстіне бір қасық балды қосып, таңертең ішіп алсаңыздар болады. Ол профилактика ретінде де және құртқа да өте жақсы көмектеседі. Осыны сақтап алыңыздар, ойлаңыздар. Ауырып жол іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіздер дегім келіп отыр, ауырмаңыздар. Енді қазір осыны мен өзім ішіп жатамын, балдарыма да беремін жасап қойып. Енді бір күннің ішінде көресіздер оны. Сіздерге даже мен қалай түсіндірерім білмей отырмын, ем болсын. Егер де сіздерге менің пайдалы кеңестерім ұнайтын болса, міндетті түрде менің YouTube каналыма қосылып қоюды ұмытпасыздар, подписка жасап қоюды ұмытпасыздар. Колокольчикті басып қойыңыздар. Әр салған видеом сіздерге бірінші болып шығатын болады.